Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз тауықты духовкада пісіреміз. Бұл өте жеңіл рецепт. Маринадты жасайтын ингредиенттердің тізімін видеоның астында қосымша жазып өттім. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Маринадты бөлек ыдысқа дайындаймыз. Бір толық ас қасық тұз қосамыз. Жарты ас қасық қара бұрыш қосамыз. Тауық етіне арналған маги дәмдеуішінің жартысын қосамыз. Немесе басқа да тауық етіне арналған дәмдеуішті қосса болады. Төрт ас қасық соя соусын қосамыз. Бір ас қасық лимон шырынын қосамыз. Бір ас қасық бал қосамыз. Осы ингредиенттердің барлығын жақсылап араластырамыз. Бал толық ерігенше дейін. 100 грамм өсімдік майын қосамыз. Сосын қайтадан барлық маринадты жақсылап араластырамыз. Жақсылап жуылған тауықтың артық іш майын кесіп алып тастаймыз. Құйрығын кесеміз. Қанаттарының басын кесіп алып тастаймыз. Тауықтың үстіне маринадты құйып, қолмен жақсылап жағып шығамыз. Маринадтың тауықтың сыртына және ішіне де жағып шығу қажет. Тауықты маринадты 1 сағатқа қалдырамыз. 1 сағат өткеннен кейін тауыққа тағы да маринадты қолмен жақсылап жағып, пергамент төселген противенге осылай қоямыз. Қалған маринадқа картопты осылай салып, қолмен араластырып, тауықтың жан-жағына қойып шығамыз. Қалған маринадты тауықтың үстіне құямыз. Енді тауықтың сирақтарын бірге қосып, жіппен байлаймыз. Піскен кезде әдемі көріну үшін. Тауығымыздың үстіне фольга жабамыз. Тауығымызды духовкада 180 градуста фольганың астында 50 минут пісіреміз. Сосын фольганы алып тастап 20 минут тағы да пісіреміз. Мінеки достар, бізде осындай әдемі және өте дәмді тауық шықты. Енді тауықты дастарханға тарту әдісін көрсетейін. Тауықты осы рецепт бойынша үйде міндетті түрде пісіріп көріңіздер. Тауық өте дәмді және өте жұмсақ болып шығады. Үйдегі бала-шағаңызға ұнайтынына мен сенімдімін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Эрика. Каналыма тіркелуді және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Күндеріңіз сәтті өтсін.